Біз 30 деген санда тоқтадық, иә? Мен алдыңғы сабақта айтамын деп ұмытып кеттім. Көп оқушылардың қай жерде жіберетін қатесін көрсеткім келіп тұр. 13 деген кезде көбісі маған 30 деген сөзді айтады. Енді қараңыздар, не айырмашылығы бар? Бізде ағылшын тілінде сандар 13-тен бастап 19-ға дейін, сіздерде жалғау ең соңғы окончание тин болу керек. Мынау n в конце естілу керек. Сонда 13 болатын болса 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 болу керек. Соңғы n естілу керек. Ал бізде мысалға 30, 40, 50 деп айтқан кезде окончание всегда t болады. Мысалға 30, 40, 50, 60 и так далее. Бұл енді сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қараңыздар. Мысалы 30. Алдыңғы сабақта айтқам, не? 20-ға қатысты. 30 бізде 30 болады. Жай 30. 30. Не тұр? Y тұр. Оның алдындағы әріп дауыссыз тұр. 30-шы қалай болады енді? Қайтадан реттік санесінде Z қоясыздар. Y-ды түсіріп тастаймыз. Сонда the 30s болады. 30s көріп тұрғандай, мен мынандай окончание қостым. I, E, T, H. Ал сокращенно жазамын десеңіздер, онда 30 дейсіздер да, мен көрсеткендегідей, ең соңғы әріпін бүйтіп үстіне қоя саласыздар. Міне 30-шы the 30s қысқартылған жазуы дәл осылай болады. 40, 50, 60, 70, 90-ға дейін дәл осылай болады. Мысалға 50 деген сөзді алайық, 50 бізде 50 болады. Окончание Y, алдындағы әріп дауыссыз. 50-ші 50s болады. I, E, T, H жалғауын қосасыздар. 50s. Сокращенно алған кезде мынаның ең соңғы әріпі үстіне былай жазылады. Міне, ондықтар сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді жүздерге қатысты үш таңбалы сандарды қарастырайық. Жай санда мысалға қараңыздар. 101 дейік. Жай 101 бізде 100. 100. Обычно ортасында and деген сөз тұрады. 101 болады, 101 деген сөз. Ал енді 101-ші деп айтқан кезде, также реттік санесінің алдында бізде the қоямыз. 100 деген сөзге тиіспейміз, дәл осылай көшіреміз. 100. Тек қана мына and алып тастаймыз да, the 101st деп. 1 деген сөз, то есть мынау ең соңғы әріпін реттік санесімен аламыз. The 101st. 101-ші деген сөз, Дәл осылай, кез келген 3 таңбалы болсын, 4 таңбалы болсын, осылай жасалынады. Тек қана ең соңғы әріптерін, точнее сандарын реттікпен аласыздар. Қалған сандарын жай санмен аламыз. Болды, бұл сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді плюс, минус, көбейту, бөлу деген сөздерге өтейік, Ағылшын тілінде плюс бізде plus болады, минус бізде minus, көбейту бізде times, бөлу бізде divided by. Divided by. Тең деген сөзді избен ала берсеңіздер болады. Немесе equal деп айтады. Ал енді давайте есептеп шығарып көрейік, Мысалға 2 plus 2 is 4. Немесе 2 minus 2 is 0. 0, 4 times, не десек, 2 is 8. Көбейтілген. Немесе 4 divided by, міне, divided by 2 is 2. Міне, осылай сіз ағылшын тілінде есептерді оқысаңыз болады. Енді базовый деңгейде, негізі түбір асты деген сөздерді әлі қарастырмаймыз. Базовый деңгейде бізге осы жеткілікті. Келесі, мынау бөлшек сандар келуі мүмкін, Математикада 5-те 1 деп оқимыз, бірақ ағылшын тілінде қараңыздар, үстіңгі санды жай санмен аласыздар, 1. Астыңғы санды реттікпен аласыздар, 5-ші бізде fifths болған, И плюс оған тағы s жалғауын қосасыздар. И оқылған кезде ол төмен қарай оқылады. Сонда 5-те 1 емес, наоборот, 1/5 деп оқылады. Мысалға қараңыздар, 3-тен 2 деп айтамыз, Үстіңгі жан бізде 2 болады, сан точнее 2, I'm sorry.
Үшінші бізде сөт болады. Оған тағы мен тағы эшелон қосамын. И оқылған кезде жоғарыдан төмен қарай оқимыз. Сонда 2 сөтс болады. Міне бөлшек сандарды қалай дұрыс оқу керек. Кейде енді мынандай бүтін сандар келуі мүмкін, иә? 1/118 дегендей. Мына бүтін деген сөзді point деген сөзбен өзгерте саласыз. Сонда 1.18 мысалы, иә? 2/108 сонда қалай болады? 2.08 деген сияқты оқи бересіздер. Сандар бүгінге осы, базовый деңгей бойынша сіздерге білетін нәрсе осы.